Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі біз туроператор және турагенттік қызметтің негіздері пәні бойынша 8-ші дәрісіміз. Бүгінгі дәрісте біз турагенттік қызмет мәні мен ұйымдастыру ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Бүгінгі дәрісте ең бірінші біз турагенттік қызметтің туризм индустриясындағы рөлі, маңыздылығы және де олардың қызметтері қандай, негізгі ұйымдастыру ерекшеліктеріне толықтай тоқталатын боламыз. Бүгінгі дәрістің мақсаты турагенттік қызметтің мәнін толықтай түсіндіріп, ашып, сіздерге анықтау, олардың қызметтері қандай негізге бөлінетіні, сонымен қатар дәрістің міндеттері ол турагенттік қызметтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, анықтай отырып, алдағы уақытта өздеріңіздің практикаларыңызда қолдана алу және де әртүрлі турагенттік қызметтердің функцияларын сипаттай отырып, қазіргі таңда әртүрлі кейстер мен әртүрлі мәселелерді бірге талқылай отырып, сіздерге дәрісті толықтай түсіндіретін боламын. Дәрісті бастамас бұрын дәрістегі негізгі түсініктерге тоқталатын болсақ, ең бірінші турагенттік қызмет. Бұған дейін алғашқы дәрістерде біз туроператор мен турагенттің арасындағы айырмашылықты түсіндірген болатынмын. 7-ші дәріске дейін туроператорлық қызметке көп көңіл бөлетін болсақ, бүгін енді турагенттік қызметке көңіл бөлетін боламыз. Себебі турагенттік қызмет туроператор қызметтен ерекше, өздеріңіз білесіздер. Бірінші, туроператор қызметті ұйымдастырушы, жоспарлаушы, әріптестермен байланыс орнатушы субъект ретінде болатын болса, яғни осы туроператордың қызметін әрі қарай жылжыту, туристермен байланыс орнату, туристерге сату және де туристермен тікелей байланыс жасайтын субъект ол турагент болып табылады. Осы ретте турагенттің қызметі туристік өнімді тұтынушыға, яғни туристерге сатумен айналысатын делдал қызметін атқарады. Туристік өнім түсінігін сіздер бұған дейін де білесіздер. Туристік өнім барлық қызметтердің, туристік қызметтердің жиынтығы, және де ол жерде көлік, орналастыру, тамақтану, экскурсия, яғни туристік қызметтің тікелей және жанама қызметтердің барлық қосымшасын осы туристік өнімде біз көре аламыз. Комиссиялық сыйақы. Комиссиялық сыйақы бүгін турагенттік қызмет туралы талқылаған кезде осы түсінік пайда болды. Себебі комиссиялық сыйақыны ол турагент туристік өнімді сату арқылы өзіне жаңағы туроператорда алатын комиссия бөлігін, яғни ол сатқаннан кейін өзіне түсетін пайданы комиссиялық сыйақы деп айтамыз. Ол әртүрлі деңгейде жүргізіледі, ол әр елде әртүрлі. Қазақстанда 10-15% болса, табыстың, яғни жалпы туристік өнімнің 10-15%, немесе кейбір турагенттер 7%-ды алады. Сол себепті осы комиссиялық сыйақы белгілі бір турагенттің қойылған келісім шартына негізделеді. Осы жерде тағы да айтатын жаңа түсінік ол онлайн турагенттіктер. Яғни онлайн travel agencies, яғни қазіргі таңда өте сұранысқа ие. Бұл яғни интернет арқылы әртүрлі ешқандай жаңағы физикалық офистары жоқ турагенттердің жаңа өнімдерін сататын агенттіктер болып табылады. Ол әртүрлі жаңағы қосымшалар арқылы немесе әртүрлі сайттар арқылы жүргізіледі. Мысалға айтатын болсам, Booking.com, Expedia, осы қазіргі таңда онлайн турагенттік қызметтің негізін жасаушылар. Дәстүрлі турагент дегеніміз белгілі бір физикалық кеңсесі бар және әртүрлі клиенттермен немесе туристермен тікелей бетпе-бет жұмыс істейтін турагенттік қызметтер жиынтығын дәстүрлі турагенттіктер деп айтамыз. Енді франчайзинг турагенттері. Франчайзинг турагенттері қазіргі таңда өте жоғары табысқа ие турагенттіктер болып табылады. Не себепті? Ірі туристік брендтерді өздеріне жаңа белгілі бір, мысалы, Ресейдің немесе әртүрлі Европа елдерінің мысалға айтатын болсам, Европа еліндегі жаңағы туроператорларды бөлігін, филиалын осы Қазақстанда ашу, франчайзинг деңгейін, лицензиясын алу осы турагенттіктің қазіргі таңда сұранысқа ие. Мысалы, Coral Travel, сонымен қатар қазіргі таңда өте сұранысқа ие Қазақстанның ішіндегі ірі туроператорлардың басқа региондардан немесе басқа аймақтардан ашылу
лицензиясы да ол да бір франчайзинг турагенттік болып табылады. Динамикалық пакеттер немесе динамик пакетинг бұл туристердің жеке қалауларына сәйкес тур пакеттерді икемдеу және құрастыру болып табылады. Яғни туристің негізгі сұранысына байланысты деуге болады. Бұл да бір бәсеке қабілетті болудың негізгі бір түрі болып табылады. Енді туристік қызметтің туризм индустриясы орны ол өте маңызды, себебі өзім айтып өткендей, туроператор ол жасаушы, құрастырушы болғанмен, оны әрі қарай жылжытушы, оған жаңағы кері байланысты алушы, туристерге тікелей қызмет көрсету, тур өнімді сатушы, ол турагент болғандықтан, ол туризм индустриясының бір ажырамас бөлігі болып табылады. Енді турагенттердің туризм индустриясында негізгі қызметтері қандай? Ең бірінші ол туроператор туристер арасындағы делдалды қызметті, яғни байланысты жасаушы қызмет көрсетуші турагент болып табылады. Екінші, туристерге бағытталған тур пакеттерді, оларды құрастыра отырып қызмет көрсету бойынша кеңес беру. Мысалы, турагентке туристердің сұранысы мынадай, немесе олардың қызығушылығы мынада деген сияқты әртүрлі осы ойларды айта отырып туроператорға ұсыныс береді, және де туристерге туроператордың қызметіне пайдалануға әртүрлі мынадай түрлері бар деген сияқты кеңестер бере алады. Туристік өнімді сату және брондауды жүзеге асырады. Яғни ең бірінші ол осы негізгі қызметтердің бірі болып табылады. Визалық қолдау, сақтандыру және де әртүрлі клиенттермен туризм жаңағы турист қызмет барысында және де оған дейін де қызметтік алып болғаннан кейінгі туристермен кері байланыс жасаушы ол турагенттің тікелей қызметіне кіреді. Сол себепті осы негізгі қызметтер болып табылады. Енді турагенттердің даму тарихы қалай? Ең бірінші алғашқы турагенттердің пайда болуы ол 19 ғасырда. Оны ең бірінші ұйымдастырушы 1841 жыл Томас Кук, өздеріңіз білесіздер. Ол алғаш рет осы топтық саяхатты ұйымдастырушы турагент болып табылады. Енді 1851 жылы Кук алғашқы турист пакеттерді әзірледі және оны қазіргі туроператорлық және турагент қызметтер негізін ескере отырып ұйымдастырды, туристердің қалауына сәйкес. Одан кейін келесі даму тарихына тоқталатын болса, 20 ғасыр туризм индустриясының қарқынды даму ғасыры деуге де болады. Себебі бұл жерде әуе көліктерінің пайда болуы, туроператор турагенттер арасындағы серіктестіктердің кеңеюі, олардың қызметтерінің одан сайын артуы, сонымен қатар чартерлік рейстердің пайда болуы да осы туроператорлық турагенттік қызметтердің дамуына тікелей әсер етті. Үшінші, 21 ғасыр, яғни цифрландыру немесе инновациялық қызметтердің туризм саласындағы турагенттік қызметтің дамуына тікелей әсер етті. Оған жаңа айтып өткенде әртүрлі қосымшалардың пайда болуы, онлайн турагенттік қызметтердің ұсынылуы, Expedia, Booking.com, TripAdvisor деген сияқты әртүрлі платформалар пайда болуы осы туризм саласының осы қазіргі таңда қарқынды дамуына, цифрландыруына өте ықпалын тигізді. Енді турагенттік қызмет дегеніміз не? Жаңа айтып өткенде турагенттік қызмет туроператордың қызметін тікелей жеткізуші. Бірақ бұл жерде мән беретін нәрсе, турагент тікелей өзі қызмет жасай алмайды. Ол туроператордан жасалған қызметті сата алады. Сол себепті осы жерде қателеспеген жөн. Көбіне біздің білім алушыларымыз осы екі негізгі субъектінің қызметтерін шатастырып жатады. Енді турагенттік негізгі функциялар жаңа айтып өткенде бірінші әртүрлі қызметтер бойынша сақтандыру бойынша, виза алу бойынша кеңес береді, брон жасайды, белгілі бір аймақтарға немесе белгілі бір орналастыру орнына оны сатады, және де әртүрлі осы кеңес беру, туризм саласының турист қызметтерін сатушы функциясын атқарады, жалпылама айтқан кезде. Енді бұған дейін де турагент пен туроператордың айырмашылығын айтқан болатын. Енді ең негізгі айырмашылық жасаушы және сатушы деуге болады. Туроператор ол жасаушы, туристік қызметтерді құрастырушы, ал оны сатушы, жеткізуші, кері байланыс жасаушы турагент деп атаймыз. Енді турагенттің ұйымдастыру ерекшелігі бар, яғни олардың түрлері бар. Бірінші ол дәстүрлі және онлайн агенттіктер, турагенттіктердің құқықтық негіздеріне сәйкес және агенттік келісім шарттар мен олардың
маңыздылығын арттыра отырып, үшінші табыс модельдерін комиссиялық сыйақы арқылы, сервис арқылы осы ұйымдастыру ерекшеліктеріне бөлінеді. Енді турагенттердің нарықтағы рөлі мен олардың әртүрлілігі, бірінші жаңа айтып өткенімдей, дәстүрлі турагенттер ол ең бірінші кеңес беру арқылы сатуға жаңағы жол ашу. Онлайн турагенттіктер ол ешқандай жаңағы физикалық байланыс жасамай, тек қана онлайн негізде жүргізіледі. Және де мамандандырылған турагенттер қазіргі таңда өте сұранысқа ие, яғни туристің белгілі бір қажеттілігіне, белгілі бір қалауына байланысты, туризмнің түріне байланысты бөлінуі. Мысалы, VIP турлар, индивидуалды турлар, персоналды турлар, майс туризмге байланысты, танымдық туризмге байланысты турагенттердің бөлінуі. Турагенттік нарық субъектілері ол жаңа айтып өткенде ең бірінші туроператорлар, турагенттер, туристер, қонақ үй және басқа да қызметтер ұйымдастырушы субъектілер, көлік компаниялары, экскурсия және қосымша қызмет ұйымдастырушылар. Яғни осылардың барлығы осы туристік нарықтағы, туристік индустриядағы туристік қызметті жасаушылармен байланыстырушы және де негізгі құрылым жасаушылар болып табылады. Енді заманауи трендтер мәселелері тоқталатын болсақ, ең бірінші турагенттің негізгі қазіргі таңда ол онлайн брондау жүйелерінің дамуы арқылы туристердің өздері ешқандай турагенттің қызметінсіз өздері жасауы, туристердің өнімді жеке және әртүрлі деректер талдауда қиыншылықтардың туындауы, сонымен қатар COVID-19-дан кейін туризм индустриясының құлдырауы да осы көптеген турагенттердің жабылуы немесе турагенттік қызметтердің тоқтатылуына әсерін тигізді. Қорытындылай келе, бүгін турагенттердің негізгі қызметтері қандай, олардың түрлері қандай, жалпы қызметтер неден тұратыны туралы толық түсіндірілді. Турагенттердің қазіргі нарықтағы орны мен ерекшелігі және қандай цифрлық даму арқылы турагенттер алға жылжып жатырғаны толықтай түсіндірілді. Бүгінгі дәріс бойынша пайдаланған әдебиеттер негізі қосымша осы негізгі екі авторды оқысаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.